Мен Торғай ауылының әкімі боламын, Абубакиров Марат Қанатұлы. Осы Торғай ауылында жұмыс істеп жатырмыз. Міне біз өзіміздің Торғай орта мектебіне келіп отырмыз. Міне мектебімізге осы 2 жылдан бері Қызыл ту жауапкершілігі шектеулі серіктестігі көмегін көрсетіп жатыр. Міне мектепке жиһаз алды біраз, тюльдарымыз да алды, орындықтар мектепке, содан кейін бізде енді шкафтарды алып жатыр, біраз көмек көрсетті. Осы 2 жылдың ішінде 1 миллионнан артық көмек көрсетті Қызыл ту жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Әрине біз сол кісілерге, Ерік Зейнұлына көп рахметімді айтқым келеді сол үшін. Әрине балалар біздің болашағымыз, балалардың өскені әрине елдің болашағы дейді. Сондықтан осындай үлкен кәсіпорындардың ауылдарға көмектескені қандай керемет. Мынау шкафтардың өзі сол кісілердің алғаны. Мына шкафтарымыз, стөлдеріміз, мынау шкафтарымыз міне алып жатқан сол кісілердің әперген жиһаздары. Енді әр кабинетте осындай шамалы әперген жиһаздары бар. Иә, және де міне столдар әпердім, диван болсын, сосын гүл отырғызатын, осылардың бәрі осы Қызыл ту жауапкершілігі шектеулі серіктестігі біздің мектебімізге көмек ретінде, спонсорлық көмек ретінде осы жиһаздар алып берді. Иә, міне осылай мұғалімдер бөлмесі, мұғалімдердің бөлмесі бар. Мұғалімдер бөлмесіне шкафтарды да сол Қызыл ту жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, диванды да солар алып берді, стөлді де сол кісілер алып берді. Бұл өзім айтқандай мектепке бір үлкен көмек. Енді бізде биыл 2025 жылы міне Торғай ауылына амбулаториямыз салынды. Проекттің сметный документациясы 519 миллион. Енді ауылымызға ішінде бұл керемет, ауылымызға үлкен бір мүмкіндік. Халқымыздың мысалы ем алуға, вакцина алуға, әртүрлі медициналық шараларды осында амбулаториямыз өткізеді. Сол амбулаториямыз міне жаңадан салынды. Соның ішінде оборудованиясы бар үлкен, және міне алаңын қандай керемет салып тастады. Иә, қарап отырсаңыздар, бұл мемлекеттің тарапынан міне үлкен бір көмек, үлкен бір шара деуге болады істелінген. Әрине бұл бізге тамаша. Осылай әрине әр ауылда осындай амбулаториялар болып жатса, әр ауылымыз осылай көркейіп дамып жатса, бұл үлкен бір нәтиже болар еді біздің ауылға. Сәлеметсіздер ме? Мен Әлжанова Тілеукен Абужусуповна. Осы елге 1985 жылы келгенмін. Содан бері медбике қызметін атқарып жатырмын. Биыл бізге жаңа дәрігерлік амбулатория салып берді. Басшыларымызға көп рахмет. Енді біздің амбулаториямызда бір аға дәрігері болады, балалар медсестрасы, одан акушеркамыз бар, процедурный кабинет, прививочный кабинет және туберкулезге қарсы күресетін медбике бар. Жылда сол флюра өткізіп, айнаға өткізіп, халқымызды, олардың денсаулығын бақылап жүреміз. 10 күннің ішінде осы ғимаратқа көшіп келеміз. Сондықтан да міне жұмысшылар өз жұмыстарын атқарып жатыр. Барлығына да рахмет айтамыз. Бізде енді Торғай ауылында мақтанатын біздің паркіміз бар. Сол паркке биыл мынау маф орнаттық, қандай керемет, міне I love you Торғай деген. Соның маңайындарын абаттандырып жатырмыз. Жылда абаттандырамыз, жылда мына ағаш саламыз, қарағай ағашын саламыз. Қазірдің өзінде бізде осы маңайда 80-нен артық ағаш отырғызып жатыр. Ауылымызға бір үлкен экологиялық дейді ғой, сол таза ауа береді, және балалардың, жастардың демалатын орны болып, үлкен саябағымыз жылда әдеміленіп жатыр. Спорттық
спортивный воркаут дейді, осында міне орналастырдық осы былтыр алдыңғы жылдары. Күннің көзі сәулесі арқылы жарықтандыратын күн сәулесін нелерін қойып қойдық, міне фонарларын. Және де міне беседка, күндегісі күнде міне осы жастар осында келіп отырып демалып дейді, әңгіме соғып отыратын жері. Және де күндіз келіп үлкен кісілер отырады. Және міне ағаштарымыз арман қарай, егер өсіп кетсе, арман қарай жыл күндегісі күнде біздің жұмыскер жұмыс істейтін қыздарымыз күнде суарып отырады ағаштарымызды. Бір 4-5 жылда үлкен бір керемет парк болып шыға келеді деп әрине үміттенеміз. Соны жылдағысы жылда абаттандырамыз, гүлдерін отырғызамыз маңайға. Бұл ауылымызға бір демалыс орны деуге де болады. Биыл ана гүл отырғызатын вазондар сатып алдық, 800 мыңға деуге болады. Соның 11 штук. Келесі жылы Құдай қаласа соларды отырғызамыз, сосын петуния гүлдерін саламыз. Ол ертең келешекте әдемі бір саябақ болады. Біздің ауылдық округ 1848 адам тұрады. Соның ішінде орталығы Торғай. Торғай ауылы бойынша жылдан жылда ақырын дамып келе жатыр жақсы. Сол енді біздің көрші ауылдағы тобы бойынша айтып өтетін болсақ, мынау әртүрлі мерекелеріміз болады. Біздің жаңа жыл, наурыз мерекеміз, қарттар күні дейді, одан кейін 9 май дейді. Соған көптеген көмектерін көрсетіп жатыр. Жылда қаражат бөлінеді, сол спонсорлық көмек ретінде қаржылай көмек көрсетіп отырады. Әрине, ол бір ауылдың халқының осылай халықтың атынан мен рахметімді айтқым келеді. Бұл жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне және бұның басшысы Ерік Зейнұлына рахметімді айтқым келеді. Біздің Торғай ауылдық округінен мына көрші ауылдағы Қызыл ту кәсіпорнында 11 адам жұмыс істеп жатыр, тұрақты түрде. Соның ішінде бізде кейбір азаматтарымыз 10 жылдан артық сол ауылда кәсіпорында жұмыс істеп жатыр. Ол әрине біздің мысалы жұмыспен қамтып, халқымызды, аудандағы халқымызды жұмыспен қамтып отыр кәсіпорын. Тұрақты жалақы алғаннан кейін әрине өзінің жанұясына да бір жақсы болады.